Жаттығудың түрі көп қой, Нұржан. Елімізде ерекше спорт түрімен айналысатын адамдарды білесің бе? Ондайлар көп қой, қай бірін айтып отырсың оған? Менің айтайын деп отырғаным, өзі ойлап тапқан спорт түрінен рекорд орнатқан отандасымыз жайлы. Экранға назар аударайық. Қайырлы таң көрермендер. Біз мына шегеннің үнемі құрылыста пайдаланамыз. Ал оның спорт құралына айналғанын білесіз бе? Біз бүгін елімізде осымен отжимания жасап, рекорд орнатқан қазақстандық азаматпен танысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тимур Сыпатаев шегенің үстінде 20 рет кеудені жерден көтеру арқылы рекорд орнатқан алғашқы қазақстандық. Ерекше болғанды жақсы көретін ол, осылай жасап рекорд орнатамын деген ойында болмағанын айтады. Рекордсмен жаттығудың осы түрін жасап көрген азаматтарды да іздеген. Алайда ешкімді таппағандықтан жаттығу түрін өзі қолға алған. Сөзінше, оның бұл іспен шұғылдануына спорттағы әріптестер де түрткі болыпты. Бір жерге барған кезде күнделікті мысалға турникке тартылу, не болмаса жаңағы мынандай штангын көтеру, оны екінің бірі жасайды ғой. Содан кейін мен өзім ойыма түрткі болып келгені өзімнің бір ерекше бір жаттығуым болсыншы деп, сонымен шегені кәсіп етіп дайындалдым. Астананың 20 жылдығына орай рекорд қойып, Қазақстан рекордтар кітабының сертификатын алған Тимур үшін 3 тағандап шегеге тұру оңайға соқпаған. Өйткені шегеге тұрған кезде адам алдымен тепе-теңдікті сақтау қажет. Әрі қол, білек және белде күш көп болу керек. Қолдарын жаттықтыру үшін әу баста қатты қағаздар мен күнтізбелерді жыртып, шегелерді майыстырған. Ол жерде шындығымды айтсам, ешқандай пайда жоқ. Негізгі кейінген түсінгенім мақсатым бойынша өзім бұрыннан армандайтым, осы Астанаға бір еңбегім сіңсе, не болмаса Қазақстанға бір еңбегім сіңсе, көк аспанымызға осы бір туды желбіретсек деп. Басты мақсатым Астананы таныту, Қазақстанды елге жаңағы көрсету. Тимурдың бұдан бөлек тағы бір мақсаты осы спорт түрі бойынша шәкірт тәрбиелеу. Мұны дамыту үшін қазіргі кезде арнайы топ құрып қойған. Енді алдағы уақытта жастарымен, ауыл балаларымен бірге спорт түрін дамытпақ. Сондай-ақ рекордты тағы жаңартсам дейді. Біздің ел осындай. Маржан Нүсіпбек, Дәурен Зарипов, арнайы Қайырлы таң үшін.